Сәлем құрметті көрермендер, сіздермен бірге Әскер Қазақ арнасы. Мен өзімнің сотықыме респект деген предложение жазып алдым. Сол предложение мынандай: мысалға бір сөз айтсаң, сол сөзді керісінше аударып береді. Сол сөзді тыңдап, дәл солай айтып, манағы сөзді шығаруымыз керекпіз. Түсінікті болса кеттік. Ал енді міне, мен бір сөз айтайын. Әскер Қазақ. Енді біз тыңдап көрейік. Қазақ рекса. Қазақ рекса. Тыңдап көрейін, дұрыс па екен? Әскер қат. Что-то қуып кеткен сияқты, қайтадан істеп көрейін. Әскер Қазақ. Енді тыңдап көрейін. Қазақ рекса. Енді айтамын. Қазақ рекса. Тыңдап көрейік. Әскер қазақ. Дұрыс екен. Енді екінші сөз. Адамдар. Радмара. Радмара. Не қыл дейді? Қайтып тыңдайықшы. Радмара. Қайсыны айтып көрейік. Радамда. Тыңдап көрейік. Радмара. Мә, вәшше басқаша оқып кетті. Енді басқа сөз айтып көрейін. Аққулар. Тыңдап көрейік. Ралуқа. Рал-уққа. Тыңдап көрейік, дұрыс па екен? Аққула. Дұрыс екен. Енді тағы да бір сөз айтып көрейін. Что-то дұрыс естілмей тұрған сияқты, микрофон жақындатып сөйлейін. Балалар ойнап жүр. Енді мынау қиын болып кететін сияқты, мен ойымша. Тыңдап көрейік. Рышпаню. Ралала. Не қыл дейді? Ралала. Рүшпаню, лалалар дейма, не қыл дейді? Мә, достар, қайтадан айтайын. Рүшпаню, лала бар. Дұрыс па екен? Тыңдап көрейін, менің ойымша дұрыс емес секілді. Балалар ойнап жүр. Мә, шайып кетіппін ғой. Тағы да бір сөз айтайын. Бала бақша. Тыңдап көрейік, достар. Ашқабалау. Ашқабалау. Не қыл дейді? Ашқабалау. Ақшап алап. Тыңдап көрейік. Бала башқа. Мә, тек бір ғана кетіпті. Бақша дегеннің орнына башқа деп қойыппын ғой. Видео ұнаса лайк басып, арнаға жазылыңыздар. Давайте.